Сәлем достар, бүгін сіздерге дәмі пахлава сияқты болатын печеньенің рецебімен бөліскім келіп отыр. Қамырымызды дайындаймыз. Ұнымызға сары майымызды қосып, қолмен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Разрыхлителімізді қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Жұмыртқасының сарысын қаймағымызға қосып, жақсылап араластырып алып, ұнымызға саламыз. Жұмсақ қамыр елейміз. Егерде қамыр қолыңызға жабысып жатса, тағы да бір уыс ұнды қосып жеріп, ары қарай қамырымызды елейміз. Мінекей осындай нәзік, әп-әдемі жұмсақ қамырымыз дайын. Енді начинкамызды дайындаймыз. Орехымызды, грецкий орехымызды езіп аламыз. Езгішіңіз жоқ болса, доскаға пышақпен бөліп турап алсаңыз болады. Оны сахарная пудраны қосып, үстіне араластырып аламыз біркелкі болғанша. Начинкамыз дайын. Енді қамырымызды алып, ортасынан екіге бөлеміз. Дөңгелетіп аламыз. Кіші оқтаумен жайып шығамыз, төрт бұрышты ұзын етіп. Жұмыртқаның белогын үстіне жағып шығамыз, жайып. Енді үстіне начинкамызды себеміз. Түгел сеуіп шығамыз. Енді рулет етіп ораймыз. Рулетімізді үш бұрышты қылып кесеміз. Дайын пахлавамызды саламыз. Оның үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада қызыл болғанша, қызарып піскенше пісіріп аламыз.